Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын таңғы асқа жейтін американский панкейктер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен бір жұмыртқаның үстіне қантты салып, жақсылап түрі венчикпен аппақ көбік болғанға дейін араластырамыз. Және де үстінен жылы сүтімізді құямыз. Ертілген сары майды құйып, тағы да араластырамыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы қажет. Одан кейін ұнымызға разрыхительді араластырып, жаңағы сүтті қоспамызға аз-аздан бөліп отырып салып, араластыратын боламыз. Барлық өлшемдерді видеоның астына описанияға жазып кетемін. Бұл панкейктер бір жасағаннан шығады, өте дәмді шығады. Мінекей қамыр осындай сұйық болады. Табамызды алдын ала қыздырып аламыз, және де үлкен ас қасықтың көмегімен бір ас қасықтан құямыз. Таба міндетті түрде қызып тұру қажет, және де ешқандай да май жақпаймыз. Үстіне осындай тесіктер пайда болады, сол кезде екінші жағына аударамыз. Оттың астын орташа қоямыз. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Мінекей панкейктер дайын, өте дәмді болып шығады, жұп-жұмсақ болып шығады. Қаймақпен, вареньемен жесеңіздер өте дәмді болады. Жасап көруге кеңес беремін.